Рахмет. Ендеше бастай берейік. Экран көрініп тұр ғой, презентация көрініп тұр ғой, иә, сіздерге? Көрініп тұр. Жақсы. Мынау екі нысанды алғаным себебі, өйткені бұл ең сондай танымал және де көп кездесетін нысандар негізі, иә? Білетін шығарсыңдар. Бұдан да артық айтқаным, сіздерді пайдаланып сайналымға енгізген шығарсыңдар. Өйткені ол ең сондай керек нәрселер ғой енді. Бір кәсіпорын болсын, мекеме болсын, соған мониторингке бару, немесе өзекті өңірде болсын, бірлікте болсын, аумақта болсын, өзекті тақырыптарға тыңдауларды жүргізу. Менің атым Қайыржан Саясатұлы Әбдіхалықов. Негізі КБТУ-да бизнес мектепте профессормын, PhD-мін. Талай жылдар бойы уже бизнес-тренермін, педагогпын. Мына жерде енді қысқадан нұсқа жазылған, жалпы осындай тренингтердің әзірлеушісімін. Эмоционалдық интеллект, іскерлік этика, конфликт менеджмент, критическое мышление дейді, сыни тұрғыдан ойлау, және де көшбасшылыққа арналған. Сонымен қатар бүгінгі тренингтің де әзірлеушісімін. Негізі Алматы азаматтық альянс төрағасымын және Алматы қаласындағы қоғамдық кеңесінің мүшесімін. Тренингтің мазмұнына келетін болсақ, бүгінгі тренинг екі тармақтан тұрады. Біріншісі тетіктеріне байланысты, және тетіктер болғанмен олар барлығы да қоғамдық бақылау қарарнамасында айтылады. Яғни қаншалықты біз осындай тетіктерді жүргізуіміз керек, және қаншалықты түрде оны біз бақылау негізінде ұйымдастыра аламыз дегендей. Екіншісі ол қоғамдық бақылау нысандарына, соның ішінде мониторинг пен тыңдауына байланысты өтеді. Ең біріншіден мен әрқашанда осылайдан бастай беремін, әсіресе қоғамдық кеңеске байланысты тренингтерде, ол заңнамалық негіздер. Заңнамалық негіздер ол өте маңызы жоғары құжаттар, бірақ та оны ескеру керек. Қандай құжаттар екендігін білу керек. Яғни ата заңынан бастап үлгілік ережеге дейін, мынау барлығы да осы заңдардың, құжаттардың, нормативтік құқылы актілердің барлығы да бізге жатады, біздің жұмысты айқындайды. Яғни кодекстерден ала тұра, яғни кәсіпкерлік кодекс бар, азаматтық кодекс бар, әлеуметтік кодекс бар, сон барын біздің жұмысты айқындайды қоғамдық кеңестердің. Заңдардың ішіне ең сондай танымалы бізге тиесілі сатып алу туралы, мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлықпен күресу, ақпаратқа қол жеткізу, тағы да басқалар. Онымен қатар шектелмей біздің тікелей бізге қатысты заңымыз бар, қоғамдық кеңестер туралы заңы 2015 жылғы заң. Онымен қатар азаматтық қоғамның рупоры болғандықтан, азаматтық қоғамның пікірін білдіргендіктен бізді айқындайтын тағы бір құжат, президент өкімімен қол қойылған азаматтық қоғам дамыту тұжырымдамасы концепциясы 2020 жылғы, соны ескеріңіздер. Және де енді оперативтік жұмысын айқындайтын қоғамдық кеңес туралы үлгілік ереже, яғни министр Аид Балаеваның қол қойған бұйрығы. Бұл подзаконный норматив. Осындай негізінен өтеді. Енді жалпылама оны білесіңдер, автономды дербес орган 2 деңгейде құрылады. Енді тиісті әкімшілік аумақтық бірлікте болады. Ал егер ауылдық кент ауыл болса, соларда жергілікті қоғамдастық жиналыстары қоғамдық кеңестің рөлін атқарады. Бұны жайме-жай ақпар ретінде берген нәрсе. Және де мен жоғарыда айтқандай, қоғамдық кеңес 3 сатыдан өтеді. 3 сатыдан, яғни негізі сол 3 сатыдан өтеді. Біріншісі қоғамдық кеңестің өзіндік ережесі. Ереже болу керек. Ережесіз жұмыс істеу болмайды.
ереже бекітіліп, қарастырып, бекітіліп, жұмыс айналымға енгізілу тиіс. Өзіндік әрбір қоғамдық кеңестің ведомствоның жанындағы болсын, министрліктің жанындағы болсын, өңірлік, қалалық, аудандық деңгейдегі жұмыс істейтін қоғамдық кеңестерде ереже болғаны шарт. Сондықтан бұл ең бастысы, ең бірінші сатысы деп айтуға болады. Сонда сіз барлық сіздің қоғамдық бақылауға жататын 4 нысанның қалай айналымға енгізетін туралы бәрін ұқыпты түрде, тиянақты түрде жазасыңдар. Яғни өзінің ыңғайына байланысты қалай оларды іске асыру деген мәселелерін бәрін келтіресіңдер. Әрине, заң шеңберінен шықпай. Келесі, сізге копирка ретінде бола алатын ол министрліктің үлгілік ережесі. Содан аласыңдар және өзінің өңіріне байланысты немесе ведомствоға байланысты адаптация жасайсыңдар өзінің ережесін. Сондықтан мынау екінші саты министрліктің үлгілік ережесі де өте маңызы жоғары документ. Ең үшінші саты ол біздің заң. Заңда көп нәрсе жазылған, мұнда да үзінділер болады, сондықтан бұны білу шарт. Содан кейін біз барлық бақылау нысандарын үйлесімді түрде пайдалануымыз керекпіз. Оны мен жоғарыда айтқандай қоғамдық кеңес ережесінде белгілеу керек. Прямо тиянақты түрде белгіленіңіз. Осындай қоғамдық мониторинг осындай жағдайларда өтеді. Қоғамдық тыңдаулар әлеуметтік маңызы бар мәселелеріне байланысты ғана өтеді. Яғни критерийлерді қойыңыздар. Өйткені кейбір жекелеген қоғамдық кеңес мүшелері енді айтқыштар көп қой арасында. Енді ондай бар, ондай бар әрине. Олар айтады, біз мынаны өткізек деп едік, ананы өткізек деп едік, кішкене не болу керек? Тәртіп болу керек. Яғни әр аптада немесе белгілі бір резонансты бар мәселелеріне вот именно мынаны өткізу ол ондай емес. Резонансты бар мәселелерді бірінші зерделеу керек. Ал содан кейін айту керек, ол бізге тиесілі мәселе және оны біз қарастырамыз, жоспардан тыс мониторинг жасаймыз, жоспардан тыс тыңдау жүргіземіз. Бірақ ол көпшіліктің тарапынан бекітіліп отырыста айтылу керек. Егер де жекелеген кеңес мүшелері оны өзінің жауапкершілігіне алса, ол дұрыс емес. Бәрі отырыс шешу керек. Яғни ең басты орган сіздің отырыстан кейін төралқа, президиумнан кейін төраға. Төраға үшінші сатта. Отырыс, төралқа, төраға. Одан кейін комиссия төрағалары мен комиссия мүшелері, яғни қоғамдық кеңес мүшелері. Мынау енді 16-шы бабында біздің заңымызда жазылған қоғамдық бақылауды іске асырудың мақсаты мен міндеттері. Мақсатына келетін болсақ, бұл ең басты сіз көріп отырғандай шешімдерді қабылдау үдерісіне қоғамдық бақылауды жүргізу. Яғни азаматтық қоғам тарапынан қадағалау жүргізу. Ал шешімдер қабылдау үдерісі ол не? Ол бүкіл сол мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектордың жұмыстары ғой. Оперативті болсын, стратегиялық болсын, әйтеуір барлық жерде шешімдер қабылданады. Ол қандай шешімдер? Әділ ма, жоқ па? Тыңғылықты ма, жоқ па? Соны ескеретін, соны қадағалайтын бірден бір қоғамдық орган, қоғамдық кеңестер. Ал құралы қоғамдық бақылау нысанда. Алға қойылатын міндеттер осындай. Ең басты ашықтығы мен тиімділігін оңайту. Ол өте маңызды нәрсе. Өйткені басқару органдар болсын, квазимемлекеттік сектор болсын, олар өз-өзімен жұмыс істейді. Қаншалық түрде халықтың мұң-мұқтажынан шыға отыра, қаншалық түрде мүдделерден шыға отыра. Бұның барлығын анықтайтын сіздер, және ең басты міндет сол ашықтығын. Егер де сіздер келсеңіздер, уже олар біледі. Қоғамдық бақылау бар екен. Олар енді сіздерге уже дайындалып, документ дайындайды және өзінің жұмысына оны ескереді. Ой, біз мынаны істей алмаймыз, өйткені қоғамдық кеңес бізді бақылап тұрады, кешіріңіздер дегендей. Яғни тиімділігін артасыңдар. Ашық болғанда, яғни халық келгенде олар біледі. Қазір егер халыққа арыздарға жауап бермесе, бұл арызбен олар қоғамдық кеңеске барады. Сондықтан не қылайық?
барынша халықты қабылдайық деген мәселе. Бұл да ашықтығы, яғни сіздің бар болғаны уже даже өңіріңізде қоғамдық кеңестің бар болғаны уже көп нәрсені, көп факторлық нәрсенің жағымды түрде шешуге бағытталады. Ал егер де сіздер еще қоғамдық бақылауды жүргізсеңіздер, сол объектілерге шықсаңыздар, немесе тыңдасаңыздар, немесе отчетты қабылдасаңыздар, ол тіптен де жақсы. Екіншісі, ол жалпы жаңа бастамалар. Ол сіздің ғана бастамалар болмау керек. Ол біздің барлық азаматтық қоғамдағы үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділері, тұрғындары, солардың бастамалары болса, әділ бастамалар, дұрыс бастамалар болса, оны қолдауға болады, және іске асыратын сіздер, көмектесетін, жәрдемдесетін, әрекет ететін сіздер, қоғамдық кеңес. Ал не арқылы? Әрине, қоғамдық бақылау нысандары. Үшіншісінде енді көп нәрсе жазылған, бірақ мынау енді қарамен белгіленген кері байланыс, мынау өте маңызы бар мәселе. Мен егер сіздер анау алдыңғы бір семинарға қатысайын болсаңдар, ол анау не ғой, анау жалпы өкілеттілік туралы, жауапкершілігі туралы, міндеттер туралы, ол же бітті. 3 семинар өтті қазақ тілде. Мен оны жүргіздім. Сонда мен айттым, бізде ең басты функциямыз көпір функциямыз. Яғни өзара әрекеттесуге, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара әрекеттесуге жәрдемдесу, дәнекерлік жасау, соны кері байланысты орнату, яғни осында қоғамдық бақылау арқылы жүзеге асады. Әлеуметтік жанжалдардың алдын алу және оларды шешу, бұл өте маңызды нәрсе. Өйткені тұрғындар арасында, тұрғындар, азаматтар мен мемлекеттік органдар арасында, мемлекеттік органдар арасында көп жағдайда дау жанжалдар туындалады. Соны бітістіретін, соған әрекет жасайды сіздер, және алдын алу, превенция, ол да сіздердің қолыңда. Егер де сараптама жасайтын болсаңдар, уақытылы мониторингке шығатын болсаңдар, уақытылы сол есепті тыңдайтын болсаңдар, мүмкін ол жанжал болмайды. Ондай да болуы мүмкін. Сіз просто уақытылы бәрі істесеңіздер, халық оны көреді, мемлекет орындары көреді, және ешқандай сондай жанжал болмауы мүмкін. Сондықтан бұны ескеріңіздер. Өте маңызы бар нәрсе. Төртіншісі, сыбайлас жемқорлықпен күресу, ол да сіздерде бар, бірақ сіз оған халықты тартуыңыз керексіз. Яғни көпшілікті, яғни егер де сондай жағдай туындалса, соған назар аудартатын қоғамдық кеңес, бұл да резонансты бар мәселелерге жатады. Енді нысандар бізде, сіздер оны білетін шығарсыңдар, заң бойынша 4 қоғамдық бақылаудың нысаны бар. Қоғамдық мониторинг ашық түрде, жария түрде қоғамдық тыңдаулар, мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілердің жұмысының барысы нәтижесі жөнінде жарты жылдық немесе 1 жылдық есептер, және оларды сіз жария түрде тыңдайсыңдар. Яғни ондай тыңдауларға сіз тек қана өздеріңіз мемлекеттік орган өкілі емес, сонымен қатар сарапшыларды шақырарсыңдар, халықты тартасыңдар, қоғам белсенділерін тартасыңдар, бақты, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін, және әлеуметтік желілердегі белсенділер, блогерлер, тағы басқаларды. Әйтеуір мүдделі тараптар дейміз ғой оларды, соларды тарту керек. Ол міндет. Қоғамдық сараптама, ол енді әр жерде жүре бермейтін нәрсе, бірақ оны енді біраз ресурстар керек, сарапшылар тарту керек, индустриядан болсын, мәселен, дәрі-дәрмек мәселесі. Сіз енді дәрі-дәрмек, сіз провизор емес, фармацевт емес, сондықтан сіз индустриядан дәрі-дәрмекке байланысты, егер сондай мониторинг жүргізетін болсаңыздар, сарапшыны, хотя бы кемінде бір сарапшыны тартуыңыз керек. Әрине, ол ақша да болуы мүмкін. Ол үшін сізге не болу керек? Сізге белгілі бір бюджет болу керек, немесе сіз оны қоғамдық маңызды жұмыс ретінде тегін түрде тартуыңызға болады. Бірақ әртүрлі құралдар бар. Сарапшыларға байланысты бізде бөлек тренинг болады, айтамыз сонда. Енді келесі енді құрылымына қарай, енді құрылымы бар ғой қоғамдық кеңесте. Тетіктер туралы айтып тұрмыз ғой. Құрылымына қарай қоғамдық бақылау нысандарын тиімділігін арту және соған бағытталу. Қалай жүреді ол? Ең бірінші отырыстан бастайық.
Қоғамдық кеңес отырыстарында қоғамдық бақылау нысандарының қажеттілігіне қарай жылдық жоспарда бекіту. Бұл өте маңызды мәселе. Ең басты сіз осы қандай нысандарды жүргізесіз, қай комиссияда соны жоспарға кіргізесіңдер. Отырыста талқылайсыңдар, бекітесіңдер. Бәрі ашық түрде бекітілуі тиіс. Екіншісі, төралқа комиссияларды қадағалайды, яғни комиссияның жоспарларын қарастырады. Және егер олар дұрыс қосқан болса, қоғамдық бақылаудың нысандарын оны белгілейді және қадағалайды. Төралқа. Бұл төралқаның функциясы қоғамдық бақылау қарарнамасындағы. Содан кейін бізде комиссиясы бар. Комиссия ол да нысандарын пайдалану керек, бірақ енді қажетіне қарай жоспарға енгізу керек. Енді үнемі барлық 4 нысанды кіргізу деген міндет жоқ, бірақ қажетіне қарай кіргізесіңдер. Мәселен, сіз көбірек мониторингке көңіл бөлесіңдер. Енді ол түсінікті. Есептерді тыңдайсыңдар. Мен сізге ақты кеңесім жарты жылдықта бір рет тыңдаңыздар, мамыр, июнь айларында, және ноябрь, декабрь айларында жылдық есептерін, сол басқарма бөлімдерін әкімшілік. Тура сондай ведомствода істеуге болады. Егер қоғамдық кеңес квазимемлекеттік болса, немесе министрліктің жанында болса, тура солай істеуге болады. Бірақ ол уже центральный аппарат дейсіңдер. Яғни сол барлығы жоспарда болу керек. Жоспардан тыс мәселелер де бар. Бірақ ол көбінде резонансты мәселелерге байланысты. Резонансты. Сіз именно жылдың басынан барлығын дерлік қамтуыңыз керексіз. Мәселен, неге комиссияларға бөлінді? Неге комиссияда өзінің бір жоспар болу керек? Өйткені барлығы біле бермейді ғой. Мәселен, 1 қыркүйектің қарсаңында мектептерге мониторинг жүргізу керек. Не үшін? Мектептердің жаңа оқу жылына дайындығына байланысты. Оны барлығы біле бермейді. Мектеппен жұмыс істемейтін адамдар білмейді ондай. Мысалы ретінде, сондан анаған байланысты комиссия, білім беру, әлеуметтік, денсаулық сақтау комиссиясы болуы мүмкін, барлығы бірге қамтылған комиссия, соны жоспарға тіркеу керек. Жылдың басында, өйткені біледі ғой, сентябрьде басталады. Бірақ кейбір нәрселер жоспардан тыс қалуы мүмкін. Мәселен, летний отдых детей дейді, летний лагерлер. Мүмкін сондайда бір резонансты мәселе болды ғой кезінде. Сондай болса, әрине тогда сіз жоспардан тыс қоғамдық бақылау нысанын пайдаланып, соған барасыңдар. Әсіресе ол мониторинг пайдаланасыңдар. Ол да болады. Бірақ көбінде жоспарға бар нәрсені кіргізу керек. Ұсыныстарды дайындайсыңдар, мемлекет органдарға жібересіңдер. Барлығы да сол комиссияның құзырындағы мәселе. Және де барлық қоғамдық кеңес шеңберінде жасалынатын ұсыныстар, ұсынымдар барлығы да қоғамдық бақылау нысандарына тірелу керек. Жай айтып, былай деп, анау деп болмайды. Тек қана қоғамдық нысандарына. Ол қалай? Қоғамдық бақылау нысандарының нәтижелерінде шыққан қорытындыларына сүйене отыра, біз қоғамдық кеңес осындай ұсынысы немесе осындай ұсынымды береміз деген мәселе. Осылай. Өйткені жай бере алмайсыз. Яғни зерделу керек. Сол 4 нысаннан арқылы солардың біреуін таңдап өткізу керек. Содан кейін нәтижесін уже айту керек. Енді тағы да бір тетіктері бар. Ең басты. Вообще неге біз сол бақылауды жүргіземіз? Мүмкін ол керек емес. Сол үшін өңірде әлеуметтік жағынан маңызы жоғары мәселелеріне ғана мәселелерін сіз сараптауыңыз керексіз. Бағалауыңыз керексіз. Егер ондай нәрселер бар болса, тогда оларға сол қоғамдық бақылау нысандарын енгізіп, сол арқылы халықтың немесе мемлекеттік органның назарын аудартасыңдар соған. Бірақ та оны анықтау керек. Бар ма сондай мәселелер? Жоқ па? Қаншалықты түрде олар өзімен өзі бітістіреді, нәтиже болады, немесе сіздің араласуыңыз керек па? Араласуыңыз керек болса, қоғамдық бақылау нысандары арқылы араласасыңдар соған. Бұны ескеріңіздер. Өйткені біреу айтады, маған барайық, ананы тыңдайық, ол біреудің айтқаны. Оны тыңдамаңдар. Даже ол жекелеген қоғамдық кеңес мүшелері болуы мүмкін. Жоқ, зерделеу арқылы
барлықтың көпшіліктің дауыс беру арқылы комиссия болсын, отырыс болсын, солай шешім табу керек бұған байланысты. Екіншісі, әлеуметтік резонансы бар мәселелер. Ол енді әрине мен ол туралы айттым, ондай бар, ситуацияға байланысты нысандарын жүргізу, іске қосу керек екендігі. Келесі, критерийлер. Әрине, бұл өте маңызды. Өйткені сіз жай банкке, зоопаркқа, ветеринарлық клиникаға, поликлиникаға, мектепке, әртүрлі несін айттым ғой сізге, бара алмайсыз. Өйткені критерийлер болу керек. Яғни сарапшыларды тартып, сол критерийлерді анкета түрінде, справка түрінде әзірлеуіңіз керексіздер. Критерийсіз мониторингке шығуға, бұл холостой выстрел дейді ғой, холостой выстрелмен тең болады ондай. Ол болмайды, критерийлер болу керек. Әр түрлі нысандарына байланысты, яғни объектілеріне, осы нысан болған объектілеріне, ПМБК болсын, МСЭК болсын, мектеп болсын, поликлиника болсын, балабақша болсын, өзіндік бір критерийлерді әзірлейсіңдер. Ол онша не емес, жай тыңдауларды ұйымдастыру, жай мониторингке бару. Бұл өте тыңғылықты жұмыс. Бұл жұмыс, бұл не, ол қоғамдық болғанмен, бұл прямо жұмыс. Біз Алматы қоғамдық кеңесімізде не то что практически әр күнде жұмыс істейміз. Әр күнде белгілі бір комиссия то тыңдау жүргізеді, то мониторингке шығады. Әйтеуір әр апталық жұмыс точно әр апталық жұмыс. Өйткені қаламыз үлкен ғой, 2,5 миллион. Сіздерде сондай, әсіресе өңірлеріңізде әр апталық жұмыс болу керек, айлық емес. Оны ескеріңіздер. Оның тиімділігін арттыру ол сапасына байланысты, бірақ санына байланысты да шығады. Сапа санынан шығады. Дұрыс қой. Келесі, енді қоғамдық мониторинг, қоғамдық тыңдаулар, ол белгілі бір дайындықты талап етеді. Қоғамдық мониторингке бару үшін, қазір мен келесі неде бізде алгоритмді көрсетем, сізге түсінікті болар үшін, боларлықтай. Бірақ ол белгілі бір дайындық бар. Қоғамдық тыңдаулар тіптен де бір ай бұрын, 2 ай бұрын уже бастайсыңдар. Консультация жасайсыңдар, мемлекеттік органдармен, сарапшылармен, индустриядан, кәсіпкерлермен, басқа да өңірден, салыстырмалы түрде, батыста не бар, Ресейде не бар, Қытайда не бар, Қазақстанның басқа өңірде не бар, барлығын саралайсыңдар. Бұл тыңғылықты жұмыс. Жай қоғамдық тыңдауларды өткізу, ол вообще глупость. Болмайды олай. Прямо жақсылап 1 ай, 2 ай бұрын дайындау керек. Бұл өте маңызды жоғары нысан, бақылау нысан. Келесі, нысандардың айналымға енгізіліп шыққан жұмыстың нәтижелерін жария түрде жұртшылықтан назарын баурап, талқылау, баяндау қажет. Әрине, бұл жариялылықтың қағидатынан шыққан. Бізде қоғамдық кеңестер туралы заңда 5 қағидат бар. Соның біреуі жариялылық. Жариялылық принципіне, қағидатына негізделген. Біз жұртшылықты хабардар етуіміз керекпіз. Нәтижелер туралы жария түрде, ешқандай қыр-сырын істемей, бәрін жария түрде, құпия емес ол, жария түрде айту керек, талқылау керек, баяндау қажет. Сондықтан тыңдауларға барлық халықты тарту керек. Керек десеңіздер, үлкен бір жайлауда жасаңыздар тыңдауларды. Барлық халық келсін деп, ауылдық округтар әсіресе, кенттер болсын, ауылда болсын, ауылдың мәселесі болсын. Енді жазды күні әрине. Жыл болғанда. Енді залда жасайсыңдар ма, өздеріңізге белгілеу. Бірақ ол тыңғылықты жұмыс туралы ұмытпаңыздар. Келесі, құрылымның негізгі өңірдегі әкімшілік бірліктегі бар мемлекеттік органдар құрылымын ескеру тиіс. Ол әрине оны білетін шығарсыңдар. Яғни комиссияның сіздің құрылымы, кеңестің құрылымы, солардың құрылымынан ол шықпау керек, бірақ хотя бы ескерілу тиіс. Егер білім беру болса, сізде де білім беруге байланысты не болу керек. Денсаулық сау сізде өйткені ол сізге тиімді. Ыңғайлы. Енді жаттығуына келейік. Бізде тренинг болған соң жаттығу болу керек. Жаттығуны, мынау жаттығу қазіргі мен айтқан неге байланысты. Бірақ бұнымен қатар өзіңізде тәжірибеңіз бар.
яғни қоғамдық бақылау нысандарын пайдаланудағы реті. Қандай реті бар? Біріншісі, толғандыратын мәселеге байланысты нысанын таңдаңыздар. Қазір айтасыңдар, қандай нысанды таңдаңыздар және қандай мәселені қозғайсыңдар. Екіншісі, бұған байланысты қандай құжаттар керек екенін көрсетіңіз. Мен айттым ол туралы. Құжаттар туралы айтылды. Соны ескеріп айтыңыздар. Қалай сіздерде немесе қалай сіз істейтіндігін, иә, оған байланысты. Үшіншісі, қоғамдық бақылау нысандарын айналғаныңыздың реттілігін айқындаңыз, иә. Қалай жүргізесіңдер сол. Біреуін таңдап айтыңыз. Сөйтіп қысқа да нұсқа дегендей. Жақсы, қазір сағат Алматы уақыты бойынша 10-4 минут кетті. Бір 10 минут берейін сізге, иә? 10 минут жетерлік шығар. 10 минут берейін, құрметті әріптестер. 14 минутке дейін 10 минут сізге дайындыққа берейін. Дайындаңыздар, өздеріңіздің аудандық болсын, облыстық болсын, республика деңгейде қоғамдық кеңестің қалай бақылау нысандарын пайдаланатыны туралы мәлім етесіңдер, сөз етесіңдер. Түсінікті ғой, иә? Қалай айтады? Молчание знак согласия ма? Ну, солай шығар, түсінікті шығар. 10 минут берейін. Жақсы, түсінікті деп жазып тұр. Жақсы, дайындаңыздар. Өздеріңіз жұмысыңыздан тәжірибе бар ғой, уже өзіңіз планыңыз бар. Бұл не емес қой, қолданбалы бәрі. Бұл жаттығу ол сіздің жұмысы негізі. Күн бойы жасалынатын жұмыс. Жарайды. Уақыт берілді. Жақсы. Губернатор, қалайсыз? Жақсы, қалай өзіңіз? Тапсырманы берді. Бірақ енді біздікі былай ғой, бізде енді Алматыға оңай ғой, жанында. Олар күнделікті қатынас, интернет жақсы ұстайды. Бізде кей кезде мынау алғы шалғай ауылдар бар, аудандар бар. Қазақша грубо айтқанда, мына шет Қытайдың границасы, мына шет Қарағанды облысы. Ал енді ие болып көріңіз. Иә, ол енді олар күнделікті деп айтып жатыр. Мысалы, бағана айтты, жарты бір рез дейді. Енді о да дұрыс емес шығар. Біздікі енді ай сайын бізде не қылып отырмыз ғой, біз хабарласып күнде немен, зуммен болмаса да чатпен хабарласып, қолдап бәрін шешіп отырмыз ғой. Бізде енді мынау устойчивый связь болса, конечно, жақсы болатын еді. Конечно, иә. Өзі қандай?
4G деп жазып қойды, самом деле біреуде жоқ. Проблема ғой, проблема. Ничего енді, көш жүре түсіреді ғой. Иә, мына жүйе, электронный жүйе нашар ғой бізде вообще. Пока шалғай ауылдарда өте нашар. Олардың келуге қиын, кейбір жиналысқа. Ал қашыңыз 450 километр. Иә, ана жақта Кеген ауданы, Нарынқол ауданы мысалы, Ұйғыр ауданы, олар оңай емес. Олар ана неге де шыға алмайды ғой, зумға да кей кезде өзің таулы аймақ болғаннан кейін таулы аймақтарда нашар ұстайды ғой. Кейде болмауда. Сондықтан вертикали власти нету деген әңгімені қою керек те, бізге жиі барып тұру керек араласып солармен. Иә. Музыканы сіз қойып қойдыңыз ба? Жоқ, мен қойғам жоқ музыканы. Басқа біреу қойды ғой деймін, шуылдап отыр ғой. Сәлеметсіз бе? Бұл Ақтөбе облысы Қобда ауданы аудандық қоғам кеңесінің төрағасы Жиенәлин Жұмағазы Зайырович боламын. Мен мына тапсырмаға байланысты мынандайды айтқым келеді. Әлі бірінші толғандыратын мәселелерді нысанға байланысты таңдау дейді. Біздер ауылдық жерде тұрамыз. Сондықтан ауылдағы халықтың өтініштерін, арыз нелерін тыңдаймыз, мониторингке шығамыз. Соған байланысты біздер қай нысанды таңдағымыз келеді. Мысалы, білім саласы ма, қайында көп мәселе бар, халық қайсына көбірек көңілі толмайды. Соларды таңдаймыз да соны жоспарға қосамыз. Енді ол үшін қандай құжат керек? Ол үшін бірінші сол тыңдайтын нысанымыздың басшысына соған біздер хат жібереміз. Сіз мына мәселе жөнінде келесі отырысымызда сіз осыған баяндама дайындайсыз. Қоғамдық кеңестің отырысында. Бірақ оған міндетті түрде сол мекеменің бірінші басшысы келу керек деп ескертеміз. Содан кейін оларды тыңдап, қоғамдық кеңестің ұсыныстарын, ұсынымдарын дайындаймыз да, оны халыққа жария ету үшін біз жергілікті бақ несін пайдаланамыз, газетке жібереміз. Сосын өзі ауылдың чаты бар, шотқа жазамыз, сол арқылы халық хабардар болады. Осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жақсы, Жұмағазы Зайырович, иә, дұрыс айттыңыз. Ол енді қажетіне байланысты және өзіңіздің енді өңірінің ерекшелігіне байланысты, ауданның ерекшелігіне байланысты. Өйткені сараптама жүргізу сізге қиындау түседі. Өйткені біріншіден оның мүмкін осы қажеті жоқ бір жағынан. Екі жағынан сізде толыққанды сарапшылар табу қиын. Яғни басқа аудандан болсын, облыс орталықтан, Алматы астанадан сұрайсыңдар. Ол енді даже егер де тегін істесе, оның келуіне төлейсіңдер, жатуына төлейсіңдер, тамақтануына төлейсіңдер, ол да бір шығын. Сондықтан сараптама сіздің деңгейінде қиындау. Мәселен, керісінше, анау министрліктің жанында құрылған, әртүрлі орталық ведомстволар жанында құрылған қоғамдық кеңестерде оларда мүмкін мониторингке шығуға кішкене қиындау, және мүмкін оларға онша ол керек емес. Және бірақ та олар сараптама жасайды. Олардың сараптама жасауының несі потенциалы бар. Видите, ол қоғамдық кеңестің ерекшелігіне байланысты таңдайсыңдар. Просто мысал ретінде айтамын ғой. Сіздің айтқаныңыз бәрі рас, дұрыс, бірақ көбінде мониторингді істейсіңдер және тыңдаулар, есептерді тыңдайсыңдар ғой, да, тоже мемлекеттік органдардың. Жақсы, рахмет. Міндетті түрде тыңдаймыз. Біздер енді ауылдық жердегі мәселелер көп қой. Мысалы, жаңағы азық-түлік бағасының тұрақты болуы, сосын мына күзге қарай мал жайылымын реттеу, содан кейін жаңағы енді шөп сатып алады ғой. Сол уақыттарда халықтың арасында наразылық туады. Шөп биыл қымбат. Сондықтан біз оны алдын ала сол шөп сататын уақытқа қарсы біз жаңағы тиісті органның тыңдаймыз да, соған айтамыз, мына халықтың талабы мынандай, шөпті мына бағадан асырмаңдар, соған ықпал етіңдер деп жасаймыз. Бізде жаңағы
сараптама жасаудың қажеті жоқ. Себебі біздер өндірістік аудан емеспіз, ауыл шаруашылығы ауданбыз. Сондықтан халыққа қарсы, халықтың талап тілегіне қарай мониторинг жасаймыз. Рахмет. Дұрыс. Сізге де рахмет. Басқалардың жаттығуға байланысты пікірлеріңіз, жауаптарыңыз бар ма? Басқа өңірден, мүмкін облыстық деңгейдегі қоғамдық кеңестер. Кішкене сіздің ерекшелігі басқашалау ғой, аудан қарағанда. Ішінде де адамдар көбірек. Шеттеп кетті ғой. Кім айтар? Нұрбатыс тобағы было ма? Дұрыс емес жазған. Естіліп тұр ғой енді. Қайсы? Естіліп тұр, айтыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті конференцияны жүргізуші және құрметті қатысушылар. Әрине бұл мәселе өте күрделі мәселе, дегенмен өте қатты дайындықты талап етеді. Жалпы біз енді облыс бойынша, мен облыстық қоғамдық кеңестің мүшесімін, қарапайым мүшесімін, комиссия төрағасы емеспін. Дегенмен мен ойлаймын, жаңағы айтылған, сіз айтқан алгоритм бойынша жұмыс істеп жүрміз. Шын мәнінде толғандыратын мәселелер өте көп, олар резонанстық мәселеде болуы мүмкін. Енді мәселені біз таңдаймыз, комиссияның түріне қарай, мазмұнына қарай біз таңдаймыз. Толғандыратын мәселені таңдап болғаннан кейін, ол бойынша біз мәліметтер жинаймыз, яғни зерделейміз ең бірінші. Ол рас па, оның оң жақтары бар ма, теріс жақтары бар ма, қандай пайдалы, зиянды жақтары бар ма деген сияқты мәселелер енді мәселеге байланысты болады бұл жерде. Осы мәселені туындатып отырған белгілі бір мекемелермен байланыс жасаймыз. Сол субъектілерді анықтаймыз содан кейін. Содан кейін анықтағаннан кейін біз мәселе бойынша, туындап отырған мәселе бойынша сарапшылар тартамыз. Сол сарапшылармен ақыл кеңес жүргізіп, сараптама жасаймыз. Сол сараптама жасалып болғаннан кейін біз белгілі бір анықтама туады. Анықтама, жақсы бір толық анықтама туады. Сол кезде сол анықтама бойынша біз жаңа белгілі бір мекемелерге ұсыныс хат жазамыз. Ұсыныстар беріп, олар сол ұсыныстарға, олар 10 күн ішінде бізге жауап беру қажет. Егер де бұл мәселе өте күрделеніп кеткен мәселе болса, онда бұл мәселені біз кеңейтілген отырыстарда талдаймыз. Яғни сол субъектілерді кеңейтілген отырыстарға шақырып, осы мәселені жалпылама жаңағы сіз айтқандай түрлі блогерлерді, журналистерді, жаңа волонтерлерді, халықты шақыра отырып, бұл мәселені талдауға жатқызамыз. Осылай жүреді негізінде. Жоқ, мынау дұрыс. Сарапшыларды қалай тартасыз? Ақшаға тартасыз ба, тегін түрде ма? Біз сарапшыларды, бізде енді қоғамдық кеңесте ондай қаржы жоқ. Сондықтан мүмкіндігінше біз оларды қоғамдық жұмысқа тартамыз. Олардың бойында азаматтық жауапкершілікті, сондай бір азаматтық қоғамға деген бір пайдалы болу деген сияқты сезімді оятамыз. Соған үгіттейміз. Жалпы бұл жөнінде мен ойлаймын, біздің жолымыз болып тұр. Себебі біз кез келген қоғам азаматына ұсыныс жасасақ, олар қарсылық білдіре қоймайды. Енді қаржы жағы жоқ қой, өзіңіз білесіз, біз қаржыландырылмайтын кеңеспіз үкімет тарапынан. Жақсы, Нұрбатыс апа, рахмет сізге. Өте сондай жақсы бір пікір айтыңыз, ақпарат жеткіздіңіз. Коллегаларыңыз үшін, көбінесе коллегаларыңыз үшін, мұнда отырған бүкіл Қазақстан қоғамдық кеңесінің мүшелері, өкілдері сізді естіді, тыңдады, сіздің өңіріңізде қалай жұмыс ұйымдастырған туралы. Сарапшылар байланысты тағы мен айттым ғой, бір жақсы бір семинар болады, өзім өткіземін, онда айтам тағы бір механизмдері. Жарайды, басқалар ше, бар ма? Тағы біреуді тыңдасақ, мүмкін басқа бір Батыс Қазақстан бар ғой осында, Атырау бар. Саламатсыздар ма? Жарайды, жақсы, сіз айтыңыз, Айнұр Серік. Айнұр Серік қызым, Батыс Қазақстан облысы бойынша. Мына сіздің берген тапсырмаңыз бойынша айта кететін болсам, толғандыратын мәселеге байланысты.
Біздерде енді өңірде біздер азық-түлік бағаны бойынша мониторинг өткіздік. Мен өткізген нәрсе бойынша айтқым келіп отыр. Себебі біздер деген Ресей мемлекетімен шекаралас болғасын, бізде жаңа азық-түліктің бағасы жаңағы тұрақты емес та. Сол себепті біздер деген мониторинг өткізген болатынбыз. Бұған байланысты қандай құжаттар керек екендігін көрсеттіңіз. Біздер құжат дегенде біз алдымен біздің өңіріміздегі әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасын жаңағы белгілеп алдық бағасын. Содан кейін әр жаңағы дүкендерге немесе үлкен гипермаркет, супермаркеттарға кіріп, нақты үстіне қосатын пайызын қарадық. Мысалы, кейбір дүкендерде, мысалы, жан жүзінде үстіне қосылатын пайыз 10-15 пайыз болатын болса, кейбір дүкендер 20-25% қосқан дүкендер бар. Соларды қарадық баға жөнінде. Так. Реттілігін айқындадыңыздар дегенде, енді қоғамдық кеңестің мүшелері ретінде біздер жаңағы заң жүзінде қалай болу керек, неше пайыз қосу керек екенін жаңа түсіндіріп айттық. Себебі ол деген қоғамда жалпы біздің өңірдің тұрғындарының үлкен бір проблемасы ғой. Неге мысалы мына дүкенде мынандай сүттің 3,2%, мысалы алтындарда деген 330 теңге болса, манго дүкенінде 350 деген сияқты. Енді түсіндіріп айттым деп ойлаймын, енді түсіндіріп жеткіздім деп ойлаймын. Азық-түлік. Өңірдегі азық-түлік бағасы туралы мониторинг жұмысын өткіздік деп айтқым келді сіздерге. Рахмет көп. Сізге де рахмет. Негізінен дұрыс айттыңыз. Бірақ құжаттар болғанда, анау хат туралы айтпадыңыз ғой. Хат үнемі жіберу керек. 10 күннен бұрын сол шыққан. Міндетті түрде ғой, міндетті түрде. Бірақ та именно қай күні баратыны туралы айтпауымыз керексіз. Міндетті түрде. Айтсаңыздар, ол мониторинг болмайды. Олар бәрін істей салады, бірақ та хат жіберу керек. Ол 2 аптадан кейін барасыңдар ма, 1 айдан кейін барасыңдар ма, ол өзіңізге байланысты. Оны ескеріңіздер. Жақсы, рахмет сізге. Хатты міндетті түрде жібереміз, оны айтуға ұмытып кетіп отырмын. Онсыз болмайды ғой енді. Базылбек Калиевичке сөз берейік. Рахмет. Біз мынау Қостанай облысы Жітара ауданы халықтың арасында жүргесін неше түрлі мәселелерді тыңдаймыз ғой. Тыңдап, мынау баға не себепте көтерілген, бәрі қазір бағаны айтып жатырмыз ғой. Баға ол тек мониторинг емес, біз мониторинг өткіземіз. Өткізгеннен кейін не себеп болып отыр? Одан процент қойғандан, одан немес ешқандай неге жетпейміз. Не себептен көтеріліп отыр? Себебі анықтаймыз. Себебін анықтап, адағында біз келдік, неге келдік? Әлеуметтік дүкен ашылып, базарға ауыл тұрғындары өздерінің тауарларын, етін, сүтін, сол майын, соны жеткізу үшін. Олар неге кіре алмайды екен базарға, үлкен базарға кіре алмайды. Оны базар орын сатылып қойған, алып қойған. Біз әдейі орын аштық, оларға арзан бағамен орын беріледі. Уақытында, қай уақытта келем дейді, біз уақытын белгілеп, жексенбі, Базылбек Калиевич, кешіріңіз, бір сұрағым. Сіз өзіңіз белгілейсіз бе оларға, маслихат бар? Біз бірінші сол мәселені біліп алдық. Не себеп бағаны көтеру үшін? Содан барып неге береміз? Отдел сельхозхозяйства деген сияқты соларға ұсыныс бердік. Содан біз дүкен ашылдық. Өзіңіз емес, сіз өзіңіз сөйлестіруге болмайды сізге. Ол не маслихат, не әкімшіліктің несі ғой. Бірақ сіз қадағалау жүргізесіз. Қаншалықты сапалы, қаншалықты барлық қамтитындай, барлығын қамтитындар, соны жүргізесіз,
Иә, оны еще күнге қоғамға әсері қандай адам, бір ауылға ма, тиісті ма, районға ма, ол сол мәселе. Сондай. Мынау биыл құрғақшылық неге көл өзендер тартылу мәселесі, анау нелерді бұлақтардың көзін ашу деген сондайлардың мәселелерді көтеріп нелерге мекемелерге сұрақ береміз. Соны олар Сіз қалай мынау мәселелерді қандай нысандар арқылы көтердіңіз? Бақылаудың нысандары арқылы. 4 нысан бар ғой. Бақылау мәселені былай неге бірінші сауалнама жүргізу ауылдың адамдар арасында. Түсінікті, ол құрал ғой. Мынау жақсы бір суға байланысты сіз тыңдауларды өткізуге әбден болады. Ол бәрін толғандыратын мәселе ғой. Және ол енді сезон мәселе. Сондықтан оны лучше қоғамдық тыңдаулар арқылы өткізсеңіздер. Просто сізге ақыл кеңесім. Жай ғана сауалнама ол ғана бірінші саты. Ал нәтижесі тыңдау болу керек. Барлығын қамтитын бақты әлеуметтік желілер, блогерлер, мемлекеттік органдар, сарапшылар, қоғамдық кеңес мүшелері, үкіметтік емес ұйымдарды тартуымыз керексіз. Өйткені маңызы жоғары өңірдегі мәселе ғой енді. Солай. Жақсы, бітірдіңіз ғой, иә, Базылбек Керейович? Қазір тоқталыңыз. Бітірдіңіз ба? Аяқтадыңыз ба? Болды. Жақсы, рахмет. Енді тағы бір сөйлейтін бар, иә? Біреу. Естімей тұр. Здесь что-то интернетпен, по-моему, естімей тұр. Дайырзбай, ана жерде мен көрінбей тұрмын фамилиямызды. Жарайды, мүмкін кішкене қазір желі тұрақтанса, соны айтасыңдар. Қазір тағы бір алгоритм туралы мен хабар берейін, мониторингке байланысты. Тағы да бар ма қазіргі сатта, қазіргі таңда сөйлейтіндер? Келесі жаттығуда бар бізде, если что. Жарайды, жалғастыра берейік, бір 10 минут уақытын алдық, соған дұрыс. Енді жалғастыра берсек, тікелей мынау нысандарына барайық. Енді мен жалпы тетіктерін туралы айттым, яғни қарарнамасын көрсеттім. Енді нысандарына, енді негізі 4 нысанымыз бар ғой енді. Енді ол сізге белгілі нәрсе негізінен, иә? Мынау мониторингті жасауда жеке меншік нысандарына кәсіпкерлерге де жасай аласыңдар. Түрлі жеке меншіктегі базарларға жасай аласыңдар. Құқыңыз бар. Тек қана мемлекеттік, не квазимемлекеттік сектор емес. Бірақ та жеке меншік болғанда, олар егер сізге жауап берсе, сондай несін, разрешениесін берсе, ондай жағдайда ғана барасыңдар. Разрешение бермесе, кіре алмайсыңдар. Өйткені ол жеке меншік бізде мемлекеттің қорғауында, ол да бар. Не бар анау десіңдер қазір тексеріс жоқ қой, анау мал и средний бизнеске. Сондықтан мораторий. Сондықтан тек қана қоғамдық кеңес соған барып, қадағалау жасай алады. Қазір бізде полиция бар, прокуратураның өзі айтады, ой, бізде вообще өкілдігіміз жоқ, бәрі қоғамдық кеңестерде, сіздер кіре аласыңдар ғана. Ол рас, ол рас. Енді тыңдаулар мен айттым, ол өте сондай тыңғылықты мәселе, маңызы жоғары мәселеге айналған бағытталу керек. Мәселені су мәселесі, су басу мәселесі, немесе су құбырын тарту, газ құбырын тарту, мысал ретінде, немесе экология мәселесіне. Онда енді кішкене мәліметі аздау, әлде кішкене тағы да мүмкін тыңдаулардан кейін мониторинг жасай алатындай, ондай бірақ маңызы жоғары мәселеге сіз тыңдауларды жүргізесіздер. Ал басқа мәселелерге ол онша не емес. Например, балабақшаның мәселесін тыңдауларға жарайды, резонанс болса мүмкін. Резонанс жоқ болса, ситуация тұрақты болса, мониторинг жасасаңыз болады. Тыңдаулар емес. Яғни былай таңдау керек, иә? Енді есептерін тыңдау ол туралы айтылды. Жылдық не жарты жылдық кешіріңіздер негізінде өту керек. Жария түрде болу керек. Қоғамдық сараптама туралы айттым. Енді мониторингке келейік. Бізде енді заңда жазылмаған, үлгілік ережеде жоқ, бірақ өзіндік бір алгоритм бар. Мен өзім жүргізген бірнеше
мониторинг бар. Соның негізінде осындай қолданбалы алгоритмді таптым. Және де ол мен ғана емес, ол біздің комитет бар, комиссия бар. Яғни Алматы қоғамдық кеңесімізде сөйтіп осындай неге топтамға келдік. Сондай ұтымды алгоритм деп соған келдік. Яғни бұл жай ғана жазылған сөздер емес, бұл заңнан алынған сөздер емес, бұл нағыз өмірден алынған сөз. Уже бір медико-социальный экспертизаға жасаған, ПМПК-ға жасаған, және үшіншісі тағы бір неге балабақшаларына жасалған мониторингтің алгоритмдері негізі осы Алматыдағы. Сондықтан оған енді барлығын мүмкін сізге келе бермейді, бірақ тыңдаңыздар, көріңіздер, мүмкін кей нәрселерін өздеріңізге теріп жазасыңдар. Енді 7 кезеңнен тұрады негізі. Ол тыңғылықты түрде, даже мониторингтің өзі тыңғылықты түрде жасалынатын нәрсе. 7 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең. Бұл не кезең? Ол біз аңғару, проблемаларды аңғару. Қалай аңғартамыз? Яғни немесе ол жоспарлы түрде қойылған мониторинг болуы мүмкін. Мәселен, мен айтқан мектептерге дайындық, мектептердің жаңа оқу жылына дайындық жөнінде. Немесе ол жоспардан тыс болуы мүмкін. Жоспардан тыс болған жағдайда оны біз өтініштер арқылы аламыз. Яғни сондай шешімге келеміз. Өтініштер әртүрлі болуы мүмкін. Біріншіден азаматтардың өтініштері болуы. Ол енді түсінікті. Мемлекеттік органдардың өтініші болуы мүмкін. Даже олардан шығуы мүмкін, Анау уполномоченный, например, управление образования айтады, осындай мектепке барып, мониторинг жасаңыздар. Бізде сондай бір толғандыратын бір мәселе бар ол жерде. Ондай да болуы мүмкін. Қоғамдық қорлар бар, қоғамдық бірлестіктер бар, яғни үкіметтік емес ұйымдар, оларды сізге өтінішпен келіп арыздату мүмкін. Сондықтан бұны уже, яғни, бірақ ол еще мониторингтің прямо шешімі емес. Ол просто мәжбүрлеу ғой. Ол біріншіден біз енді қараймыз, мүмкін біз осыған қоғамдық мониторингті өткізсек. Енді сондай бағыт алдық, түсіндік. Мүмкін бұл мәселе өте сондай проблемді. Сондықтан оған мониторинг жүргізу керек екендігін. Бірінші кезең аяқталды, онымен сонда екінші кезең басталады. Біз диалог алаңын өткіземіз. Орысшасы диалоговая площадка. Өте өтімді нәрсе. Мына жерде мен көрсеттім. Диалог алаңы талқыланатын тақырып аясында уәкілетті мемлекеттік органдар, сарапшылар, қоғамдық кеңестің мүшелері, үкіметтік емес ұйымдар, бақ және басқа да мүдделі тұлғалар тартылады. Проблемалық мәселе бойынша уәкілетті мемлекеттік органдардан, сарапшылардан және басқа да ақпараттың алдын ала сұрау мәселесі. Яғни, сондай диалог алаңын өткізесіңдер, бұл дөңгелек үстел емес. Айырмашылығы өте айтарлықтай. Яғни дөңгелек үстелде бізде күн тәртібі бар, сөйлейтін спикерлер бар, анау деген бар, Мына жерде ондай жоқ. Күн тәртібінде бір ғана сұрақ, сол тақырып. Керек па мониторинг, керек емес па? Және барлығы жиналады, Zoom түрінде онлайн істеуге болады, немесе офлайн залда істеуге болады, Барын тартасыңдар, олар не десе де соны айтсын. Соларға бүкіл тізгінді бересіңдер ғой, олар айтады. Келген адамдар сіздер емес, модератор ретінде, олар айтады. Сіз тыңдайсыңдар, диктофонды қоясыңдар, видеокамераны қоясыңдар, прямой эфирді істесеңіздер, прямой эфир YouTube-қа, Telegram, Facebook-ке істесеңіздер болады. Ол сіздің құқығыңызда жариялық қағидатыңыз бар, ұмытпаңыздар ол туралы. Соны әбден талқылайсыңдар. Бәрі айтсын. Бірақ әрине барын айтпайды олар тек қана осы аясында айтады, тақырыптың аясында, анархия болмасын деп, белгілі тәртіп, 1,5 сағаттың ішінде бітіруге болады. бір жарым сағат, 1 сағаттың ішінде бітіруге болады. Соның соңына уже сізге нәтиже болады. Мына жерде толғандыратын мәселе көп қой, ананы айттым, мынаны айттым, мынаны қозғады, анау түпкі мәселесі өзгертті, мониторинг жасау керек. Все, шешім қабылданды. Немесе басқа да шешім болуы мүмкін. Диалог алаңының негізінде сіз айтасыңдар нәтижесінде, жоқ, мынау енді әлде ерте, әлде мүмкін керек емес мониторинг жүргізу. Мониторинг жүргізу ол да бір ресурс.
Сіздер мониторинг топты құрайсыңдар, барасыңдар, қаншама жүресіңдер, аудан анау араласыңдар, ГСМ керек, анау керек, мынау керек. Ол да жаймен жай істелінетін нәрсе емес мониторинг. Сондықтан тікелей нақты шешім қабылдау керек. А то біреулер айтады, айтқыштар көп қой, істейтін адамдар аз. Ол айтады, мынау мониторинг керек деп. Оны тыңдай бермеңдер. Мынау арқылы зерделеңдер. Бірінші кезең, екінші кезең, диалог алаңын ұйымдастырыңдар. Вот халық айтса, жұртшылық айтса, сарапшылар айтса, органдар айтса мемлекеттік, сол жағдайда ғана сіз уже мониторингке шешім қабылдайсыңдар. Екінші кезеңнің соңында. И үшінші кезеңде енді сіз уже түсіндіңіз, мониторинг керек деп. Бірақ енді тетіктер. Қандай тетіктері бар? Енді сіздер мониторингтік жұмыс тобын, МТ дейміз ғой, мониторинговая группа. Мониторинг жұмыс тобын құрайсыңдар. Соның міндетін айқындайсыңдар. Құрамын бекітесіңдер. Құрамына әрине комиссия мүшелері кіреді. Мынау мониторинг топ негізі қауымдық кеңесінің жанында емес. Бұл уақытша ұйымдастырылатын орган, ол комиссияның жанында ұйымдастырылады. Қауымдық кеңесінің комиссиясы. Кішкене несі функциясы тарлау. Комиссия және кеңеске байланысты. Мониторинг жұмыс тобын не комиссияның төрағасы басқарады, комиссияны, немесе жекелеген қоғамдық кеңес мүшелері басқару мүмкін, басқа мүшелер соған кіру мүмкін, немесе көбінесе бұған кімдер тартылады? Сырттағы сарапшылар тартылады сондай топқа. Өйткені сіздер нақты білмейсіңдер ғой бұл мәселесін. Ол сіздің сараптама тақырыбындағы мәселе емес. Сондықтан сол бағыттағы сарапшыларды тартасыңдар. Өздеріңіздің сарапшылар болуы мүмкін, сарапшылар қоғамдық кеңесін, немесе индустриядан тартасыңдар. Мемлекеттік органды өкілдерін тарту ол енді жағдайына. Егер керек десеңіздер, және ол субъективті болмаса, тартыңыздар. Бірақ негізінен тартпау керек. Өйткені бұл қоғамдық мониторинг, және мемлекеттік органдардың, уәкілетті органдардың өкілдері соған кірмеу керек. Олар содан кейін нәтижесін ғана біледі, көреді. Так что өздеріңіз ішінен үкіметтік емес органдарды тартыңдар, өйткені ана жерде олардың қоғамдық белсенділері болуы мүмкін. Өйткені сіздерге не керек? Аяқ керек, бас керек. Аяқ керек болғанда ана жерге бару керек, мына жерге бару керек. Бас болғанда аналитикалық есеп жасау керек артында. Сондықтан да осындай жөнді жақсы бір адамды таңдаңыздар. 10 адам ба, 15 адам ба, әйтеуір кіргізесіңдер сол мониторинг тобына. Оны комиссия бойынша өкіммен шығарасыңдар. Комиссияның өкімі жеткілікті. Отырыстың немесе қоғамдық кеңесінің өкімі керек емес оған. Одан кейін қоғамдық мониторинг жүргізу үшін сіздер, мен айттым басында, критерийлер болу керек. Әрбір нысанына, әрбір объектісіне критерийлерді жасайсың. Содан кейін жоспар болу керек. Графигі болу керек. Неше күнде, күнне неше рет, кімдер, барлығы бармайды. 15 адам барлығы бір жерге. Ол вообще неэффективно ғой, тиімсіз. Сіз не екеу, не үшеу жібересің. Бірақ сол үшеудің арасында біреу міндетті түрде қоғамдық кеңес мүшесі болу керек. Өйткені оның куәлігі бар. Басқаны куәландыратын мәселе ол хат. Хат жібергенде сіз мониторинг тобының тізімін кіргізесіңдер. Приложение 1 деп айтасыңдар да, сол хатқа кіргізесіңдер. Және бүкіл солардың фамилиялары, сарапшылардың болсын, қоғам белсенділері болсын, қоғамдық кеңеске енбеген ресми түрде. Бірақ қоғамдық осы мониторинг топқа енген адамдардың тізімін көрсетесіңдер. Және олар келгенде объектісіне, соның объектісіне сол копия жатады. Олар қарайды, мынау бар, кіріңіздер. Тізімізде барсыз, яғни сіздің мониторинг келіп өткізуге болады. Бірақ арасында әртүрлі жанжалды мәселелер болмаса, провокация болуы мүмкін. Сондықтан солардың объектісіне барған 3 не 4 не 2 адамның арасында міндетті түрде біреу штаттық қоғамдық кеңес мүшесі болу керек. Бір адам бармау керек, ол объективті емес. Кемінде 2 не 3 бару керек. Ол енді міндет. Мерзімі әрине бекітілу керек. Ол 1 айдың ішінде бітіресіңдер ме, 2 айдың ішінде бітіресіңдер, мерзім болу керек, және ол сол мониторинг тобының құжатында көрсетілу тиіс. Енді
келесі кезең, 4-ші кезеңде біз ақпарат жинай бастаймыз. Оны мынау 4-ші кезең, 3-ші кезеңде деп қоюға болады. Бөлек жасадық, бірақ негізі ол бір кезеңде параллель түрде істеу мүмкін. Яғни топ құрылады, критерий жасалынады, параллельно сіз анау өтінішті берген кісілерді шақырарсыңдар, Zoom арқылы ма, интервью жасайсыңдар, сұрайсыңдар, неліктен сіз өтініш бердіңіз, именно мониторинг жасау үшін қандай проблемаларыңыз бар, оларды жалоба болуы керек қой. Жалоба бар, олар жалоба келеді, жалобамен соны жалоба тыңдайсыңдар, зерделейсіңдер оны, сараптайсыңдар оны. Яғни барып индикаторларды жасайсыңдар, яғни анкета әзірлейсіңдер. Өйткені бұл анкетамен үшінші сұрақтар бар ғой. Сіз содан кейін көшпелі сапарына барасыңдар, сол негізгі мониторингке барасыңдар, и сол объектісіндегі кісілерден барлық сұрайсыңдар. Өйткені сіз жай отырып, журналистке сұрамайсыңдар. Даже журналисттің өзінде несі бар уже, рыбасы бар да, қандай сұрақты сұрайтынды. Сізде де сондай уже сұрақтарыңыз бар. И ешқандай тыс шықпауыңыз керек. Шықпаңыздар. Егер 10 сұрақ болса, уже бекітілген критерий ретінде, индикатор ретінде 10 сұрақ бекітілді. Сол 10 сұрақтың аясында ғана сұрайсыңдар. Мониторинг жүргізесіңдер. Болды, памятқа ғой сізге критерийлер. Басқа бір сұрақта, басқа бір несі ауытқу болмайды. Өйткені сіз әртүрлі адамдар барады ғой. Алғашқы үштік бір объектісіне барады, екінші үштік екінші объектісіне барады. Ал содан кейін бәрі жинастыратын кімдер? Мониторинг топтың жетекшісі. Ол содан кейін аяғында сараптама жасайды, аналитикалық справка жүргізеді. Яғни бүкіл сол анау үштік барды, мынау үштік барды бәрін жинайды ғой. Соның барлығын содан кейін сол бір кісіге жібереді. Ол аналитика жасайды. Оған аналитика жасау үшін критерийлері бірдей болу керек. Ол түсінікті ғой. Сондықтан ауытқу болмау керек. 10 сұрақ болса, 10 сұрақтың аясында тура сол 10 сұрақты әр объектісі, бірінші объектісінде, екінші объектісінде, үшінші объектісінде, төртінші, бесінші объектісінде сұрайсыңдар. Оны ескеріңіздер. Бұл ұтымды факт. Енді келесі кезең, уже 5-ші кезең, ол туралы уже мен айта бастадым. Ол уже көшпелі сапарлар, аудандар аралайсыңдар, анау объектісіне барасыңдар, қаланы аралайсыңдар, облыстар аралайсыңдар, енді өзіңіздің деңгейіне байланысты, иә. Сонда сіз сауалнама жүргізесіз. Негізінен ең ұтымды ол ауызша. Ауызша, өйткені сіз уже белгілі бір 10 сұрағыңыз бар ғой, мысалы ретінде. Отырасыңдар, неге руководительге барасыңдар, уже хат бар, бәрі бар қолыңызда, уже 10 күн бұрын жіберілді ол бәрі, олардың циркуляры да келді. В общем, бәрі сол уже ұйымдастыру жағынан бәрі бітті. Сол уже руководительге барасыңдар, сол объектісін, мектеп болсын, поликлиника болсын, амбулатория болсын, ферма болсын, и отырып сұрайсыңдар. Мынау. Сұрап біткеннен кейін сіз уже территориясын аралайсыңдар. Анау мектеп болса, туалеттерді көресіңдер, мұғалімдермен сөйлесесіңдер, столовыйға барасыңдар, надо будет, попробуйте бракерашка жасаңыздар, егер обед тұста уақыт болса, балалар келеді ғой тамақ ішуге. Сізде ішіңіздер, көріңіздер сапасын. Ана кухняға барыңыз, бірақ халатты кию керек, иә, кухняға барыңыздар. Вот, бұл мониторинг. Бірақ біріншіден сіз барлығын директорден сұрайсыңдар. Анау, не ма, проектная мощность қандай, финансы документтерді көресіңдер, тоже болады көруге. Бірақ енді осы жылдың финансы документтерді. Уставты көресіңдер, бәрін көріп, копияларын жазайсыңдар өздеріңізге, анкетасын толтырасыңдар, содан кейін сол кісіге қолыңызға бересіңдер. Сол кісі қол қою керек. Ознакомлен деп, барлық оған айтқан сұрақтарыңызға жауаптарыңызды теріп жазасыңдар, оған бересіңдер. Ознакомление қойыңыз, қолды қойыңыз. Ол қол қою керек анкетаңызға, сұрақтарыңызға. Және бар документтердің копияларын аласың. Содан кейін территорияны көресіңдер, бітті. Осымен мониторинг, яғни сапар мониторингтің барлығы емес, өзіңіздің көшпелі сапарыңыз аяқталды деп түсінуге болады. Жазбаша сауалнама болады әрине, тест түрінде, немесе анкета түрінде, бірақ ол көп шығынды керек етеді. Қағаз керек, уақыт керек. Так что лучше ауызша сұрау арқылы өткізіңіздер. Енді 10 күн бұрын мен айттым, ол тек қана төраға қою керек, комиссияның төрағасы хат жібермеу керек, оның құқығында жоқ.
тек қана хатшылық арқылы қоғамдық кеңестің төрағасы сондай хат қол қояды. Бірақ та оны дайындайтын не сол комиссияның төрағасы, не сол мониторинг топтың жетекшісі. Оны дайындайды, исполнитель деп қояды өзін, ал қол қоятын төраға. Ол енді білетін шығарсың. Енді 6-шы кезең, яғни мониторинг аяқталмақ. Тек қана сіз көшпелі сапарда болдыңыз, келдіңіз. Енді онымен параллельді түрде, немесе барлық уже сапарлар аяқталғаннан кейін, сіз уже қорытындысын шығарасыңдар, яғни жетекші болсын, немесе тағы бір екі адам көмекшіге алып, сол мониторинг топтың жетекшісі талдау керек. Бар алынған материалдарын талдайсыңдар. Яғни сараптамалық справканы әзірлейсіңдер. Өзіңіздің ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлейсіңдер. Содан кейін не уәкілетті органдарға жолдайсыңдар, әкіматқа жолдайсыңдар, немесе егер ол өңірден тысқары болса, депутаттық сауал болады. Яғни парламентке де болады, үкіметке де болады, даже облыстық, даже аудандық үкіметке жазуға болады сіздерге. Тікелей. Бірақ копиясын акиматқа қоясыңдар. Просто уже өңір, даже областной акимат шеше алмайтын мәселелер бар ғой. Министрлікке жазыңыздар. Аппарат правительствоға жазыңыздар. Ешқандай не жоқ. Біздің Алматыда напрямую аппарат правительствоға жазамыз, если надо. Егер министрлік бізге жөнді жауап бермесе, немесе ол межведомственный мәселе болса, тек қана Минздравтың мәселесі емес, еще Минсоцтруда бар. Яғни ол екі министрлікке жазбайсыңдар ол. Аппаратқа жазасыңдар, ол өзгерісінен кейін төменге береді министрлікке. Бірақ негізінен ол әрине көбінесе өңірлік қоғамдық кеңестер жазатын нәрсе. Аудандық енді кішкене оған әлі де шамасы келмейді. Бірақ құқығы бар, бірақ шамасы келмейді. Бұл хотя бы облыстық қоғамдық кеңес арқылы үкіметке жолданды. Сол именно мониторингтің нәтижесінде сондай сұрақтар туындаса. Яғни тек қана үкімет шеше алатындай, немесе парламент шеше алатындай. Егер де сіздің өзіңіздің әкімшілік шеше алса, просто әкімге жолдайсыңдар да болды. Немесе зам акимаға жолдайсыңдар, олар өздері түсіреді и жауапты жасайды, әзірлейді. Бірақ та кей жағдайда 7-ші кезең керек емес. Бірақ кей жағдайда 7-ші кезең керек. Өйткені кей жағдайда бұның әкімшіліктер всякие отпискалар береді ғой бізге. Анау жоқ деп, анау бар деп. Бірақ нақты шешім жоқ. Вот не істеу керек? Вот осындай жағдайда дөңгелек үстел жария түрде көпшілікті тарту арқылы дөңгелек үстелді өткізіңіздер. Бұл өте ақылды, өте ақылды. Яғни бүкіл сарапшыларды соған шақырарсыңдар, мүшелерді шақырарсыңдар, органдарды шақырасыңдар, үкімет емес өкілдерін болсын, халықты болсын, и жария түрде прямой трансляция болсын, прямой эфир болсын, журналистер келсін. Яғни освещение болу керек. Яғни освещить ету керек. Ну барлығы. Егер сондай жағдайда уже әкім түсінеді, уже жария түрде, уже облысқа кетті, уже Астанаға кетті бұл мәлімет. Сразу по-другому запоют дегендей. Так что дөңгелек үстел соған батылдығыңыз жетсін, дөңгелек үстелді өткізуге. Батылдық болу керек. Және де нәтиже болу керек. Егер де жақсы, понимаете, көп жағдайда мониторингтің нәтижесінде қорытынды жоқ, немесе сапасы төмен. Неліктен? Өйткені мониторинг жөнді ұйымдастырылмаған, просто келді кетті. Вот егер мен айтқандай істесеңіздер, мен айтқандай көрсеткендей қазір, сіздер қаншама ақпарат, қаншама мәлімет жинастырасыңдар, және оны саралап, өңдеп, дөңгелек үстелге жеткіздеңіздер, презентация жасап, паш етесіңдер ғой. Вот сондай бізде сондай проблема, ұсыныстар сондай, неге тыңдамайсыңдар, оны істеу керек, мынау істеу керек деп. Все, бітті, жұмыс басталады енді. Вот мен жаздым ғой мына жерде, ең астыңғы жерде, одан кейінгі кезекті жұмыс. Өйткені мониторинг аяқталғанмен жұмыс аяқталмайды. Нағыз жұмыс басталатын кез ғой мониторингтен кейін. Уже соған байланысты бәрі біледі осы мәселені. Уже сіз жинастырдыңыз мәліметтерді и қадағалайсыз. 1 ай өткен кейін, 2 ай өткен кейін, 3 ай проблема өзгерді ма, мәселе сол күйінде ма, жоқ па? Мониторинг жасаған мәселе бойынша. Яғни одан кейінгі кезекті жұмысты атқару керек. Керек десеңіз тағы бір мониторинг жасайсыңдар. Немесе уже мониторингтен негізінде сіздерде көп жинастырған мәлімет бар ғой. Значит, қоғамдық тыңдауларды,
соның негізінде кейін мониторингтен кейін онда сіз қоғамдық тыңдауларды жүргізе аласыз. Иә, ондай да бар. Әйтеуір бүкіл бақылаудың нысандарын қолданыңыздар. Яғни одан кейінгі кезекті жұмыс ол сіздің жұмысыңыз. Яғни сіздің жұмысыңыз анау толқын сияқты. Бір толқын басады, содан кейін тағы басталады, басталады. Сөйтіп сіздің 3 жылдың жұмысыңыз осы. Бір шақырым 3 жыл ғой. 3 жылда бір рет сайлау ғой қоғамдық кеңесте. Сөйтіп осылай жұмыс істейсіңдер. Бір ай мониторинг, екінші ай оны саралау, қадағалау, үшінші айда мүмкін тағы мониторинг жүргізу керек, немесе тыңдауларды жүргізесіңдер. Сөйтіп жұмысыңыз өтеді. Ол тікелей сіздің оперативтік жұмысыңыз. Енді екінші жаттығу. Екінші жаттығуымыз осыған байланысты. Яғни белгілі бір тақырыпқа қоғамдық мониторинг нысанының қолданбалы картаны әзірлеңіз. Қолданбалы карта болу бұл документ қой негізі бір сұрауына. Ресми түрде қолданбалы прикладная карта дейміз де. Тапсырма осындай. Өзекті тақырыпты мәселені таңдаңыз. Өзіңіздің өңіріңізде тақырыпқа мәселеге байланысты қоғамдық мониторинг критерийлерін әзірлеңіз. Хотя бы бір екеуін. Қазір енді уақыт жоқ сіздерде. Бір екеуін хотя бы әзірлеңіз. Мүмкін болған мониторингтен аласыңдар. Және үшіншісі, қоғамдық мониторинг алгоритмі бойынша мониторинг жұмысын айналымға енгізіңіз. Мүмкін сіздің өзіңіздің алгоритміңіз бар. Мүмкін осы алгоритмі 7 кезең, 6-5 кезеңге қысқартуға болады. Бұл 5 кезеңде болады. Мынау негізі 7 кезеңі мен көбек алдым, негізі 5 кезеңде де ұйымдастыруға болады мынау. Мониторинг осындай болады. Бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші. Осыған байланысты, осыны енді естідіңіз ғой, қазір мен айтқаным. Мүмкін бұдан бірінке аласыз, мүмкін өздеріңіздің мониторинг алгоритмі бар. Соны үшінші сұрақ бойынша келтіріңіздер. Сізге тура 10 минут уақытын берем. Енді қазір мен қарайын. 15 минут. Ну, давайте 15 минут көп шығар. Бізде уақытымыз 10 минут берейін. Просто қысқадан нұсқа, көптің керек емес, қысқадан нұсқа айтыңыз. 10 минуттың қазір 10:50 Алматы уақыты бойынша. Сонда 11:00-де бастай береміз. Жарайды ма? Тапсырма түсінікті ғой, е? Түсінікті шығар. Жарайды, 10 минут уақытыңыз басталды. Бұл уже тікелей мониторингке байланысты. Түсіндіңіз ғой? Мынау жалпы болды бірінші жаттығу, мынау уже мониторингке. Мүмкін өзіңіздің бір жақсы бір ұтымды тәжірибеңіз бар, соны бөлісесіңдер. Коллегаларыңызбен қазір прямой эфирда республика көлемінде өткізілетін тренингіміз ғой бұл. Вышел на работу. Керек кезде мына
Так, уақыт келді. Уақыт келді. Бірақ қазір мына жерде бір сұрақтар болды. Енді мониторингтен бөлек комиссия қалай жұмыс істейді? Енді мен осы кісі Маңғыстау облысынан біздің әріптесіміз сондай сұрақ қойды. Бірақ сізге айтарым, мынау бізде алдыңғы бір семинар болды. Сіз қатыспаған шығарсыңдар, иә? Қоғамдық кеңес мүшесінің портреті мен өзім жүргіздім қазақ тілінде. Сонда бар несін айттық, өкілеттілік туралы, міндеттер туралы, талаптар туралы. 2 сағаттың бойында бәрі айтылды негізі. Соны просто келіп қатынасу керек еді. Ол бір айтты. Екінші айтарым, әрине комиссия мониторингтен бөлек жұмыс істей алады. Ол мониторинг, ол бір ғана нысан. Бірақ жұмыс істеу болғанда сіз отырыстарды жасайсыңдар. Комиссияның өзінің отырыстары болу керек. Оны белгілейсіңдер. Аптасына бір рет па, не айына бір рет па. Негізінен айына бір рет жеткілікті. Аптасына бір рет керек емес. Айына бір рет комиссия отырысы болу керек. Комиссия отырысын күн тәртібі болу керек. Бүкіл өтініш шағымдар келсе, сол комиссия отырысында талқылану керек. Және сол комиссияға сол өтінішті берген азамат пен азаматшаларды шақыру керек. Сөйтіп та жұмыс істеуге болады. Осы сұрақ болды. Мониторингтен бөлек комиссия қалай жұмыс істейді? Сөйтіп жұмыс істейді. Бірақ та бұл 100% белсенділік емес. Өйткені 100% белсенділік болу үшін нысандарын келтіру. Өйткені жай айына бір рет отырыста просто тыңдап, айтып, мемлекеттік органдарға хат жолдап, осымен шектелу, ол негізінен 50% ғана белсенді. Өйткені бұған қоса бару керек, қарау керек, қадағалау керек, тыңдауларды жүргізу керек, хотя бы жарты жылда бір рет жарты жылда тыңдауларды өткізіңіздер. Жылда 1-2 рет өткізсеңіздер, бүкіл қоғамдық кеңесте, комиссияда емес, бүкіл қоғамдық кеңесте жеткілікті. Көп бармаңыздар, көп. Бізде не бар? Бізде ауытқушылықтар бар. Или вообще ештеңе істемейді, немесе как начнут работать. Ойбай, мына жерде жоспарда жазады, 10 тыңдау жүргіземіз, 20 мониторинг жүргіземіз. Көзбояушылық қой, ол көзбояушылық. Қайдағы 20 мониторинг? Осындай қалпымен 20 мониторинг қалай жасайсыңдар? 365 күн бар жылда. Отпуск бар. Бұл қоғамдық жұмыс. Білмеймін, қалайша 20 мониторингді көресіңдер. Опять көзбояушылық, опять жайме-жай барып, кетіп, ондай болмайды. Лучше 6 мониторинг жасайсыңдар, бірақ жақсы тыңғылықты түрде жасаңдар. Жұрт білетіндей, что результаты бар мониторинг. Жайме-жай бару керек емес. Анау бізде бар, анау бізде еще секретарьға байланысты, секретарларға бір тренинг болады, мен жүргіземін, айтам секретарларға, хатшыларға. Өйткені хатшыларда бұның рөлі бар, хатшылардың именно планды жасағанда. Вот план жасағанда сан жағынан бармаңыздар. Зачем вам сан жағынан? Кім сұрайды сіздің сан жағынан баруны? КПСС па? 5-летка за 2 года. Зачем? Ондайға бармаңдар. Сапа жағын көріңіздер. Не надо 20 мониторинг ұйымдастыруға. Айтам мен хатшыларға ол туралы. Өйткені хатшылардың рөлі өте айтарлықтай бұл мәселеде, жоспарды құруда. Жоспарды жөнді құрыңыздар. Вот, сол айтарым. И тағы бір сұрақ болды да. Қазір. Ауылды қоғамдық кеңесін. Енді ол туралы мен айттым. Ол анау жиналыстар бар ғой, өзінің қоғамдастықтың жиналыстары. Олар 2 заң негізінде жұмыс атқарады. Ауылда, кенттерде, өйткені қоғамдық кеңес жоқ. Ол сол рөлін атқарады. Сонда қоғамдық кеңес жоқ. Бірақ анау жиындары, жиналыстары сол рөлін атқарады. Ол өзін басқару және жергілікті мемлекеттік басқару заңы негізінде жұмыс істейді. Және екіншісі анау қоғамдық кеңестер заңы. Бірақ негізгі заңы ол өзін басқару. Өйткені ол басқа. Ол самоуправлениеға жататын нәрсе. Олар жүргізеді. Түгелімен сол қалпымен жүргізеді. Отырыстар болады, бақылауды жүргізе алады олар тоже. Тура сондай 4 бақылаудың 4 нысанын жүргізе алады. Тура сондай. Просто айырмашылығы, что шектелген ғой, анау ауылды жерде ғана, ауылда ғана. Ол бір
және де ол қоғамдық кеңес ретінде атау жоқ. Жай ғана жиналыс, және екінші заң бар. Өзін-өзі және мемлекеттік басқару жөніндегі туралы заңға сүйенеді. Екі заңға сүйенеді. Ал біздер ауданда облыстық, қалалық және республика деңгейіндегі қоғамдық кеңестер, ол тек қана бір заңға сүйенеміз, қоғамдық кеңестер туралы заңына. Ескендір енді. Енді мен басында айттым ғой, мынау деген білмеймін, сұрағы қандай, нысанның 4 нысаны бар. Енді 4 нысаны ол бәрі білу керек. Біріншіден айтайын енді. Мынау қоғамдық мониторинг бар. Екіншісі, қоғамдық тыңдауларды жария түрде ұйымдастыру. Үшіншісі, бір жарты жылда немесе бір жылда бір рет бүкіл мемлекеттік органдардың, басқарма бөлімдердің есептерін тыңдау, олардың жұмыс нәтижелерін есептерін тыңдау. Бұл үшіншісі. Төртіншісі, қоғамдық сараптама жүргізу. Осындай 4 нысаны бар. Заңда бекітілген. Жарайды ма? Сұрақтарыңызға жауап бердім. Жарайды. Жаттығуға байланысты кім сөйлейді? Кім дайын? Кім дайын? Әріптестер, бұл тренинг қой, және мастер-класс емес. Бұл оқу. Педагогтар бар ғой арасында. Білесіңдер ғой, қалай? Повторение мать учения дейді ғой, жаттығу арқылы біз оны енді мен білуім керек, что сізде ұқтыңыз деп. Давайте, кімде бар жауап? 10 минут, 15 минут даже уақытымыз болды. 18 минут уақытымыз болды даже. 10 емес. 11:08 Алматыда. Так, кім дайын? Оған дейін жарты сағат түсіндірдім ғой сізге алгоритмі. Соны есепке алыңыздар. Өздеріңіздің тәжірибеңіз бар ғой. Бөлісіңіздер, айтыңыздар. Аудандық, облыстық, онша бір ғана кісі сөйледі облыстардан. Басқа облыстық қоғамдық кеңестердің мүшелері бар ғой. Мүмкін аудандарда кішкене не жоқ байланысты. Ал облыстарда сіздерге енді тақырып кең ғой. Сіздер как раз сондай мониторинг, именно 5 кезеңнен, 7 кезеңнен тұратын мониторинг істеуіңізге болады. Ресурстарыңыз бар облыстарда, өңірлерде, аудандарға қарап. Немесе мүмкін мына жерде бізде министрлік, ведомстволардың жанындағы қоғамдық кеңес мүшелері бар болса, тура сондай, сіздің де калькаңыз сондай. Бар ма жауап? Значит, уақытымыз босқа кетті. 20 минут уақытымыз босқа кетті. Сразу болады сказать, жоқ, жаттығу жасамаймыз. Одан кейін барыңыздар, тыңдауларды естейік деп. Қазір 20 минут уақытымыз қалды. Аяқталуына дейін. Осы 20 минут босқа кетті. Әрине ондай болмайды. Сразу тогда айту керек. Керек емес жаттығу, істемейміз деп. Жарайды. Келесіге барайық. Енді тыңдаулар. Тыңдаулардың өзінде ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелігін мына жерде қойдым. Қоғамдық тыңдауды өткізгеннен бұрын оның қажеттілігін анықтау керек. Яғни өңірдегі қажеттілігі бар ма? Немесе ведомство болсын, ведомстводағы қажеттілігі бар ма? Қажеттілік жоқ болса, өткізбеңдер. Мен айттым ғой, жылына бір 2-3 тыңдау болса, әсіресе аудандық деңгейде, мүмкін облыстық 5 болса, сізге жетеді. Өйткені ол тыңғылықты, дайындықты керек етеді. Келесі, өңірдегі маңыз жоғары мәселе және халықты немесе жұртшылықты толғандыратын мәселе бойынша, немесе жаңадан енген нормативтік құжат жобасын талқылау бойынша. Осы 3 деңгейге ол ұйымдастырылады. Яғни, өңірдегі маңыз жоғары мәселе, ол жоспарлы түрде. Яғни, сіз жылдың басында жоспарға кіргізесіңдер. Жоғары мәселе, маңыз жоғары.
су құбырларын тарту, экология мәселесі, тура сондай. Немесе жоспардан тыс болуы мүмкін. Яғни жұртшылықты толғандыратын мәселе бойынша, яғни резонансты мәселе бойынша, жоспардан тыс. Немесе үшіншісі, жаңадан енген облыс деңгейінде, аудан деңгейінде, немесе республика көлеміндегі нормативтік құқылы НПА дейміз ғой орысшасы, құжат жобасын талқылау. Осы негізінен үш деңгейде ұйымдастырылады ол. Содан кейін жария түрде өтеді. Ол енді шарт. Сарапшылар мен тұрғындар тартылады. Оны ескеріңіздер, тек қана сіздер және мемлекеттік органдардың өкілдері емес, сарапшылар да болу керек, тұрғындар да болу. Енді мен жоғарыда айтқан жариялылық қағидатын ескере отыра, қоғамдық тыңдау әлеуметтік желілерде тікелей эфирде немесе бұқаралық ақпарат құралдары арналары арқылы халыққа көрсетілуі тиіс. Өздеріңіз таңдайсыңдар, бақытты шақырасыңдар ма, ол да керек, немесе тікелей эфир жүргізесіңдер ма, ол уже өзіңізге байланысты, бірақ жариялылық принципі сақталыну тиіс. Келесі, қоғамдық тыңдаудан кейін ұсыныстар болу керек. Осы ұсыныстарды сіз үш түрлі органдарға жібересіңдер. Не мемлекеттік органға жібересіңдер, не квазимемлекеттік секторға, немесе жекеменшік. Төртіншісі бар, үкіметтік емес, немесе коммерциялық емес ұйымдар. Бірақ көбінде тыңдаудан кейін оларға жіберілмейді, өйткені тыңдау кімге жібереді? Тыңдаудың нәтижесінде біз шешім қабылдайтын органдарға жібереміз. Шешім қабылдайтын органдар осылар ғана. Сондықтан бұларға көбінесе әрине мемлекет жібересің проценттік есебінде. Ал енді заң жүзіндегі нәрсе, бұл уже заңдан алынған нәрсе. Яғни қоғамдық тыңдаулар негізінен қоғамдық кеңес мүшелерінің бастамасымен өтеді. Яғни бастамасын сіздер жүргізесіңдер, айтасың, керек деп жоспарға кіргізесіңдер, немесе жоспардан тыс өткізесіңдер. Бірақ та ол сізден мемлекеттік орган, үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділері қоғамдық кеңеске енбеген болмайды олар. Олардың құқығы жоқ, сіздерде ғана. Хаттама жүргізу керек, бұл уже хатшының құзырындағы нәрсе. Уақытылы түрде бұқаралық ақпарат беттеріне, әлеуметтік желілеріне хабар жеткізу керек. 10 күннен кешіктірмей, бірақ бізде біз Алматыда бір ай бұрын жасаймыз. Бір ай бұрын, өйткені Алматыда енді халық көп қойсан жағынан. Мүдделі тараптар да көп. Сондықтан 10 күн бұрын кішкене тиімсіз. Сондықтан қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру туралы күн тәртібін, материалдарын, барлығын бір ай бұрын жеткіземіз оларға. Бірақ заң жүзінде 10 күн кешіктірмей. Оны ескеріңіз. Мүмкін аудан деңгейінде ол жетерлік. Содан кейін жалпы там су мәселесі бәрі 10 күн бұрын болды, енді түсінікті. Қорытынды хаттама болу керек. Яғни жайылма хаттама емес. Оны сіз диктофон қоясыңдар, потом расшифровка жасайсыңдар, ол хатшылық жасайтындар. Хатшы көп, сол қоғамдық тыңдауда хатшының рөлі өте жоқ. Олай бәрін ұйымдастырады, хатшының ол 50% сол кісіде. Және соның аппаратында. Егер хатшының көмекшісі болса, тіптен жақсы. Мен білмеймін, енді өздерінің несіне қарай, штатына қарай, егер жалғыз хатшы жалғыз болса, жалғыз көмектеседі сіздерге. Хатшының мобилограф бар, айтишник бар болса, көмекшісі ретінде. Ол да көмектеседі. Барлығы жұмылып істейді, барлық қоғамдық кеңес. Волонтерлер болса, тартыңдар волонтерлер, керек ондай тыңдауларға. Олар да көмектесін. Қорытынды хаттама өте маңызды. Қорытынды хаттамада сіздер қазір келесі слайд мынаны көрсетесіңдер. Бүкіл лауазымдарды көрсетесіңдер, субъектілерді, және ең басты проблемаларды, және ең басты сіз берген ұсыныстарды келтіресіңдер. Және кімге? Прямо бөлек жасайсыңдар. Әкімшіліктің, мәселен, құрылыс бөліміне осындай, білім беру бөліміне осындай, облыстық әкімшілік осындай, министрлікке осындай бөліп бересіңдер ұсыныстар.
Өйткені тыңдаулар негізінде сізде кемінде бір 10 ұсыныс болу керек. Тыңдаулар 3-4 сағат болуы мүмкін. Ол көп, өте көп. Уақыт жағынан өте ұзақ болуы мүмкін. Кемінде 3 сағат. Қоғамдық тыңдаулар кемінде 3 сағат. Өйткені барлығы айту керек. Ана жерде белгіленген спикерлер болу керек. Бірақ онымен қатар басқа да мінбер болу керек, трибуна, микрофон, свободный микрофон дейміз ғой, оларға беру керек. Прямо как встреча Акима с населением, тура сол сияқты 3 сағаттай жүру мүмкін. Өйткені әсіресе ауылда істесеңіздер, бүкіл ауыл келсе, ол 5 сағат кемінде болады, егер жыл уақытта болса. Теңге. Сондықтан бұл өте тыңғылықты, дайындыққа керек ететін нәрсе. Және де оның нәтижесінде жақсы бір қорытынды хаттама болу керек. Және қорытынды хаттамадан үзінділерін выдержка дейміз ғой, содан кейін хатшылық әрбір органға 10 күннен кешіктірмей, біткеннен кейін, иә, мынау бітті ғой, 10 күн бар. Сол пока расшифровка жасайсыңдар диктофоннан, пока хаттамасын тересіңдер, сюда дегендей 10 күннен аспай уже жіберу керек. Содан кейін қадағалау керек. Хатшылық, төраға, төралқа қадағалау керек. Істелінді ме, жоқ па. Вот примерно осы туралы осы 21 бабында жазылған. Мен енді былайша жалпақ тілмен айтыңыз. Жаттығуны уже жасай алмаймыз. Уақытымыз деген бір онша көп емес. Мүмкін осы қалған уақытта семинарға бүтін 15 минуттай қалды бізде. Осы қалған уақытта лучше сұрақ жауап несіне берсек. Егер сіздің осыған байланысты тыңдауларға немесе қоғамдық мониторингке байланысты, барлық айтылған сөздерге байланысты сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, немесе өздеріңіздің тәжірибеңіздің бөліскіңіз келсеңіздер, қазір уақыт бар. Құлағымыз сізде. Жарайды, жаттығуны істемей қойыңыздар, бірақ енді өздеріңіздің пікірлеріңіз, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ескендір, мен сол туралы тұрмын ғой, қазір маған просто неге личкаға жазды. Өзара сөйлессек болады, өзара сөйлесін, соны айтып тұрған ғой, Ескендір. Пожалуйста. Бар ма? Маған сұрақ, өздеріңізге пікір. Жақсы, рахмет, Ескендір. Чатта жазып жатыр біздің әріптестеріміз. Рахмет сізге. Бар ма, әріптестер? Жақсы, түсінікті. Бәрі рахмет. Көп мәлімет алдық. Сізге де рахмет, Жұмағазы Зайрович. Сіз енді алды жерде интернет жөнді ұстамайды, тұрақсыз білеміз, бірақ онымен кірдіңіз, осы 2 сағат бойы осында болдыңыз, тыңдадыңыз, сол өте сондай рахмет сізге сол үшін. Басқаларда бар ма мүмкін толғандыратын бір мәселелер, сұрақтар, сұраулар? Ассалаумағалейкум. Ескендір, уағалейкум ассалам. Тыңдап тұрмыз сізді. Рахмет, осы конференция қосылып ақпарат алып жатырмыз біраз. Мен өйтіп айтқан себебім, осы қоғамдық кеңеске ауданға жақында сайландым. Қоғамдық кеңестің не екенін де білген жоқпын, шынымды айтсам. Сосын осы іздене бастадым интернеттен. Әділет басқармасы заң орындарының өзінің заңдарын оқып, ойлап түсінгендей болдым, бірақ әлде де сұрақтарым туындап жатыр да. Өйткені ауданда қоғамдық кеңес дұрыс жасамай тұрған сияқты. Мен мына заңдылықтарымен қарағанда, мониторингке шығу бойынша. Сосын мысалға бізде ауданда 7 ауыл бар. Население өте көп. Естіліп жатыр ма? Население өте көп. Сол мысалға қоғамдық кеңесте кейбір көп, менде 20 мың тұрғыны бар ауылдан бірде-бір қоғамдық кеңестің мүшесі жоқ. Сол сияқты тағы бір ауыл бар, 20 мыңнан көп. Одан да қоғамдық кеңестен жоқ. Сол мен ұсыныс қылып айтып жүрмін да,
әр ауылдан екеуден шықсын хотя бы деп та. Мгм. Мысалға мен Баянды ауылына қарасты кішкентай ауылдан шықтым да, мен өз ауылым туралы проблемаларды айтам дөңгелек үстелде, айына болатын жиында. Мысалы Баянды кішкентай ауылдыкінен де шығады, бар мүшелері бар адамдар сол ауылдың проблемаларын айтып, соны талқылап, қадағалап жүреді. Ана ауылдардыкінде жоқ. Мысалы сол жақтарға мониторингке барған кезде тіпті ауыздары бір емес, қоғамдық кеңестері дұрыс емес, өз ішінде де ауылдың өзінде әкімшілігінің жанында да жоқ та өздері. Сол ұйымдаспаған. Сол негізінде біздерге соны кіргізейік десек, біздің іште тоқ балан, олар орындарын босатпай кіргізбейміз дейді. Енді ішінде жұмыс жасамай жатқан адамдар бар. Біздің жұмысымыз қалай болады? Төрағаға айтуымыз керек па? Адамдарымыз қалай болады? Соны сұрайын деп едім. Жоқ, енді сіз бірнеше мәселені қозғадыңыз. Ол территориалдық бөлініске байланысты, әкімшілік бірлік бар бізде да, территориальная единица. Сонда ауыл 20 мың болса, әрине ол көп қой, істеуге болады, бірақ ол ауылдық округ қой. Қоғамдық кеңестер ең төменгі сатысы аудан қой, ауданда ғана жұмыс істейді, сіз оны білетін шығарсыңдар, немесе енді білдіңіз. Ана жерде мен айттым, жергілікті жиналыстар бар, олар тура сол функциясын атқарады қоғамдық кеңестің. Бірақ олар бір ғана қоғамдық кеңес туралы заңына бағынбайды. Олар дағы мемлекеттік жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару заңына бағынбайды. Ең бірінші содан шығады олар. Ал содан кейін уже олар білмеуі мүмкін. Соларға жеткізіңіздер, айтыңыздар. Сіздер тек қана анау бірінші заңға бағынбайсыңдар, сіздер екі заңға бағынасыңдар. Яғни тек қана өзін-өзі басқару емес, сонымен қатар қоғамдық кеңестер. Ал қоғамдық кеңестер болса, соның бәрі қамтылса, значит, бүкіл сол біздің қоғамдық бақылаудың 4 нысаны солардың қолында. Оларды істей алады. Тура солай. Вот мен айтқандай, алдыңғы семинарда қазір бәрі тура солай жергілікті кең ауылды жерлерде. Просто ол аталынбайды қоғамдық кеңестерде. Әрине оларға кішкене қиындау, өйткені институты жоқ. Бірақ бір жағынан оларға жеңілдеу. Сан жағынан аудан емес қой, сан жағынан. Сан жағынан аз олар, көп емес. Сондықтан оларға жеткілікті. Секретарь да жоқ оларда меніңше. Бірақ сол жеткілікті болу керек. Ал егер уже сан жағынан көп болса, сіз тогда шығуыңыз керексіз. Жаңа аудан жасаңыздар. Вот тогда жаңа аудан құрылса, бөлек аудан құрылса. Тогда, пожалуйста, болады. Жоқ. Сол ауданды қоғамдық кеңестен, сол ауылдан, әр ауылдан бір сайлану керек қой негізінде, да? Жоқ, ол ондай емес қой, ол маслихатқа солай. Жоқ, ескендір, ол ондай емес. Ол маслихатқа сайлансын депутат 20 мың ауылдан сайланады әйтеуір. Біреуге сайлану керек әйтеуір. Ал мынау қоғамдық кеңес ол жұмыс тобы бар. Жұмыс тобы 3 жылда бір рет құрылады. Солар белгілейді кім екен. Резервтік тізім бар. Сіз резервтік тізімде болдыңыз. Енді ротация болды, сізді қоғамдық кеңестің өздері тартты. Өйткені анау 3 жылда бір рет қана жұмыс тобы жұмыс істейді, ал содан кейінгі уақытта егер біреу шықса, қайтыс болса, анау көп қой мәселе. Оны резервтіктен кісілер кіргізеді, бірақ ол отырысын өзі шешеді. Яғни қоғамдық кеңестің көпшіліктен дауыс беру. Қараңыз, енді бұл әкімшіліктің маңайындағы адамдар болады да, сосын таза белсенділерді көрмейміз да ол жерден. Жоқ, түсінбедіңіз. Сіздер өздеріңіз шешесіңдер кімді кіргізетіндігі туралы 3 жылдың барысында. Бірақ өкілеттіктің осы 3 жылдың соңына дейін ғана отырады. Егер 1 жыл өтіп кетті ғой, сіз 2 жыл отырасыз енді. Ол уже сіздер шешесіңдер. Ал анау қоғамдық ең басында, олар маслихат құзырында. Бірақ все равно үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері сол жұмыс тобына кіру керек. Тек қана мемлекеттік қызметшілер емес, үкіметтік емес ұйымдардың солар шешеді. Және маслихат депутаттары кіреді. Олар басында ғана шешеді. И резервтік списокты сіздің тікелей шақырылым списогын жасайды, например, 20 адам. И тура сондай 20-сын тағы да резервке қояды. И вот 3 жылда егер біреу кетсе, басқа неге кетсе,
соның орнынан резервтік списоктан сіз резервтік списокта болсаңыз сізді содан резерв алып сайлады. резервте болады деп тұрсыз ғой, резервте. Енді қазір сіз жаңа мана айтып кеттіңіз да сөзіңізде, мониторингке мысалға бір қоғамдық кеңестің мүшесі бар еді, қасына волонтер болсын, қосымша адамдар барғысы келсе, соның аттарын жазып жібереді деп та. Сонда мониторингке баруға ниетті адамдар болса, бара береді ғой да сонда. Жоқ, ондай емес. Қалай ниетті? Мониторингқа тек қана сіз белгіленген мониторинг тобының мүшелері барады. Олар хатта бар. Хатта ғана жазылған кісілердің есімдері бар болса, хатты кім жібереді? Түсіндім. Енді біздердің ішімізде депутаттар бар да, депутаттардың да функциясы халықпен жұмыс жасау, оларды тыңдау жүргізеді. Ол қоғамдық кеңесте негізінде болғаны дұрыс па? Ескендір, ол мүлдем совершенно басқа мәселе ғой. Депутаттардың просто қазір мына жерге отырған кісілердің барлығы ол туралы жақсы біледі. Сіздің дайындығыңыз төмендеу басқаларға. Сізге анау алдыңғы мен жүргізген семинарға келу керек еді, қатынасу керек еді. Бізде қоғамдық кеңес мүшелерінің портреті болды. Сонда мен бәрін айттым. Өкілеттігі туралы. Мен сіз сон ютубта тұр, әлі тыңдамап едім. Түсіндім, оны қарармын. Ескендір, былай істеңіз. Бізде қазір уақыт жоқ. Сіз заңды ашып отырыңыз, жарайды ма? Қоғамдық кеңестер туралы заң бар 2015 жылы 2 қарашада. Соны бәрі көрсетілген. Және айырасыңдар. Маслихат депутаттары, оның өкілеттері бір, қоғамдық кеңес мүшелерінің өкілеттері басқа. Мүлдем басқа. Жарайды ма? Содан кейін тағы да бізде алда бір семинарлар болады. Тоже қатысыңыздар. Егер белгілі бір уақыт, енді заңды оқығаннан кейін мүмкін сұрақтар әлде болады да. Маған содан сұрақты уже қоясыңдар. Бірақ уже дайындықпен келесіздер. Сіздер қазір дайындығыңыз жоқ, Ескендір. Жарайды ма? Түсіндім. Жақсы. Базылбек Қалиевич. Рахмет. Базылбек Қалиевич, сізге сұрақ па? Пікір ма? Мен ұсыныс айтайын едім ғой. Қоғам кеңесіне қаржы бөлінемек, қашан бөлінеді екен? Мониторинг жүргізуге, тағы да басқа жұмыстарға, транспортный сондайлар. Білем. Ол өзіңіздің өңіріңізге байланысты. Сіз анау негізге сізде сондай хақы бар. Маслихат арқылы ма, тікелей акиматқа жазу арқылы ма, олар өзінің келесі бюджетке кіргізу керек. На нужды общественного совета деп маслихаттың бюджетіне кіргізуге болады ондай. Маслихаттың бюджеттен содан кейін сізге жөнелтіледі. Бірақ ол қазір жасау керек. Уже даже кеш болмаса да. Уже, по-моему, бюджет әзірленді келесі жылға. Вот қазірдің өзінде онымен айлансын. Жарайды ма? Басқаша болмайды. Так, уақыт. Кішкене бар уақыт. Тағы да сұрақтар бар ма? Пікірлер? Тақырыпқа байланысты. Бақылау нысандарын. Енді өздеріңіз көріп тұрсыңдар ғой. Деңгейлеріңіз әртүрлі. Кейбіреулер уже қаншама жыл қоғамдық кеңесте, бәрін біледі. Кейбір қоғамдық кеңестер өте сондай алдыңғы қатарлы. Кейбір қоғамдық кеңестерде ондай емес. Или Ескендір сияқты жаңадан қосылған мүшелер де бар. Өте кішкене енді арылу керек. Сондықтан біз бөлек қой семинарда. Бөлек өкілеттілік туралы істедік. Не туралы, сарапшылар туралы бөлек, эмоционалдық интеллект, коммуникация. Сіз Ескендір, сізге алдағы уақытта эмоционалдық интеллект бойынша мен жүргіземін сіздер үшін, және коммуникациялар. Сол керек сізге қатысуға. Жарайды ма? Кестеден қарап қатысыңыз. Қазақ тілде өтеді олар. Содан кейін сарапшылармен жұмыс сізге де ол керек білу үшін. Жарайды ма? Енді портрет уже бітті, 3 семинар өтті, уже оған не успеваете дегендей, бірақ алдағы уақытта тағы да семинарлар бар. Мүмкін анау хатшыларға арналған семинарға тоже қатысыңыз, декабрьде болады. Хоть вы хатшы емес. Просто хатшыларға мен прямо жұмыс айналымы туралы, міндеттер туралы айтамын. И как раз сізге де ол құлағыңызға алтын сырға, сізге де ол пайдалы болады. Жарайды ма, Ескендір? Рахмет. Басқалар бар ма? Ендеше егер сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз жоқ болса, түсінікті шығар енді бүгінгі біздің тренингіміз. Қатынасаңызға рахмет.
бүгінгі біздің ақпарымыз, мен берген ақпараты сізге енді пайдалы болған шығар, сондай үміттенеміз. Жақсы, ендеше рахмет, келесі кездескенше. Бір-екі сұрақ бола ма? Қысқаша. Біздер Қойыңыз. азаматтық альянсқа жүгінсек болады ғой, біздер сұрақтар туындаған жағдайда да. Болады. Әрине. Және кестеден қарап қойыңыздар. Келесі семинар. Облыстағы. Сөз рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сәттілік бәріңізге. Рахмет.